Түркістан облысында туристерге арналған жаңа көру-бақылау алаңын салу жоспарланып отыр. Жоба өңірдің табиғи әлеуетін тиімді пайдаланып, ішкі туризмді дамытуға бағытталған. Жоба аясында көру-бақылау алаңын салу үшін 1,3 гектар жер телімі бөлінген. Нысан ұзындығы 30 шақырымға созылып, тереңдігі 400-ден 700 метрге дейін жететін шатқалдың көрікті тұсында орналасады. Құрылыс нысанның жалпы аумағы 371 шаршы метрді құрайды. Ол аудан орталығынан 32 шақырым, ал Ерсу ауылынан 7 шақырым қашықтықта орналасқан. Жобаның жалпы құны 542,4 миллион теңгені құрайды. Қазіргі таңда жобалық-сметалық құжаттамаға қажетті түзетулер енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандардың айтуынша, жаңа көру-бақылау алаңы іске қосылғаннан кейін өңірге келетін туристер саны артып, табиғи көрікті жерлердің тартымдылығы арта түседі. Сонымен қатар жоба жергілікті туризмді дамытуға және өңір экономикасына оң әсерін тигізетін болады.